Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Атырау KZ. Так, бүгін мен сіздерге Clash of Clans ойынының приватный серверін көрсететін болам. Міне ол приватный сервер, мен кіріп отырған, міне никнейм Атырау KZ. Мынау менің базам. Короче, осылай. Бұл менің өзімнің колодам. Қараңыздар, өтірік колода жасай салдым, өтірік. Енді екінші жерге кеттік. Екінші жерде бұнда скелетон носецпен шабуылдап жатырған сәтім еді. Бұл жерде барлығын алып тастайын. Давайте қызық болсын, сіздер бүгін біздер ночная ведьмамен шабуылдап барайық. Фан атака дей ма қалай? Короче, басқа жерлерге барлық әскерлермен шабуылдап қарайтын боламыз. Ох ты. Китаец па, жапон ма, білмеймін. Кім болса да құрсыншы. Қысқасы, қай бұрыштан жібереміз? Қысқасы, мұнан былай жіберіп тастайын, Ночной ведьмалар артынан кетсін. What the fuck? Чё? Ё-моё. Қаншама летучая мыштар қараңыздаршы. Еба, өлтірмеңдерші. Не бар ғой? Мына қоян бар ғой. Мына қоян. Бәрін білдіріп тұр. Уа. Има бір ночная ведьма. Короче, осылай достар, ночная ведьмамен шабуылдау. Өте қызық шабуыл болды. Маған ұнады, сіздерге ұнаса лайк басып каналға тіркеліңіздер енді. Мына бұрыштың бәрін алып кетті да, по идее өзі. Ночная ведьма жақсы екен. Бағана мен Пеккамен шабуылдап көрдім, бірақ Пеккаға вообще мынадай жер базалар шанс бермейді екен. Пекка айналып кетеді бірден. Далаға айналып кетеді, бірақ сонда да сіздерге көрсетейін Пеккамен. Так, короче, енді варварлармен шабуылдап барайық. О-хо-хо. Түрлерін көрші. Таза дровосек та, бұлай қарап тұрсаң, қолына балтаста болған. Так, осы база бағана. Дәл осы базадан Пеккалар айналып кетті бағана. Ең алдымен біздер стенаны қиратамыз. Бізге стенаны қирату үшін мына қоянның көмегі керек болады. Тоқсын қараш. Осы қызығы. Так, окей. Аллаху акбар. Кеттік, ал кіреміз. Атака. Уже өлді, тең жартысы өлді. Давай. Мә, әлі кетпедір. Қанша бар бір? Так, 20, 40, 80, 100, 120 бар бір. Драйвельщикке келіп өледі екен ғой бәрі. Мен ұмытып кетіппін ғой драйвельщик өлтіретін. Это все твое. Абсолютно все. По идее, варварлар өте керемет әскерлер олай қарап тұрсаңдар. Бірақ шанс бермеді бұл жер. 20 варварға шанс бермеді. Так, окей, ары қарай кеттік. Ойбай, мыналар өш толып тұр ғой. Так, енді так, лучницалармен, сосын гиганттар, подрывниктер ары қарай кететін боламыз. Қызық болсын да бүгінгі видео. Сондықтан барлық әскерлермен шабуылдап қарайын. О-хо-хо-хо. Болды, біздікілер невидимка сатырлатады бәрін. Ох ты. Это все твое. Абсолютно все. Мегапушка бар ба? Мегапушка ма қалай? Мегапушка ма? А, чо? Не, мегапушка сияқты. Сол, өте қиын бар соған қарсы шығу. Короче, алып тастаймыз. Енді гиганттар. 16-шы өрем, полный гиганттар. Гигантпен шабуылдама, вообще ұнамайды бар. Гиганттар қазір бір атқанда уже фуң ұшып батады далаға. О-хо-хо-хо. Мәсіған. Гиганттармен шабуылдама, по идее, өте қызық бар ғой.
интернет ұстамай жатыр. Мен айтпақшы, алдыңғы видеода көрсеткендей тегін интернетпен кіріп отырмын достар. А то Wi-Fi мен вообще кірмей ма, бірдеңе сондай. Неру мегапушка ма? Қалай аталады? Ұмытып қалып тұрмын бар ау. Мегапушка ма еді? Қиын екен өте бар ау. Соған қарсы шығу. Жаровня вообще. Болды ғой, ұтамыз, пацаны. 100% победа бұл. Так, өтіп кетіңдер. Давайте, гиганттарым, ұрыңдар бәрін. Мәсіған. Так, тамаша гиганттармен атака сәтті өтті. Так, варварлармен онша өткен жоқ. Ночной ведьмамен қайттан шабуылдаймыз. Кезекпен келатырық қайттан. Варварлармен шабуыл өте қызық болды. Бірақ та ала алмай алды. 20 варвар ала алмай алды. Так, варвардың атакасы сәтсіз. Кімнің атакасы нормально. Бана кім еді? Ой, лучницалардың атакасы нормально. Гиганттардікі нормально. 24 гигант. Так, давай, шықшеш бол енді. Достар, күте тұрыңыздар, кірсін. Так, короче, достар, мен ойыннан шығып қайттан кірдім. Гиганттармен атака нормально өтті да. Ары қарай мухтар. Радиоактивный мух деймін ба, қалай атайын да. Мух деп біртүрлі естіледі. Мух. Осы жер уже бәле болды маған бар ғой. Ададла дейді, ададла. Так, жарайды. Мұхтарым менің. Толып жүрген шыбындарым таза. Ал кеттік. Давай. Стенаны әлі қиратып отырмын, маймыл. Так. Бәрі нормально. Әзірше бәрі нормально, достар. Оқтыш. Өлме менің досым. Досям, өлмеңдер. Шыбындарым. Сапалақпен сабап отырмын сендерді. Шыбындарым менің. Мейлі өлсең. Ой, мне уже жаровня бар ғой, уже надоел. Бір звезді алғанымызды, в общем, санайық да, нормально өтті деп атакамыз. Жарайды, санайықшы, нормально өтті осы атака жақсы. Себебі бір звезді алдық. Ең болмағанда бір звезді алсақ болды ғой. Так. Ой, подрывниктер май. Қайда? Міне. Так, достар, қазір мыналардың барлығының өремен көтеріп тастайын, сосын жалғастыратын боламыз. Так, достар, міне барлығын әрең дегенде бітірдім. Мынаның түрлерін қараңыздар, подрывниктердің. Басына бірдеңе болғанда. Так, окей, ары қарай жалғастырайық. What the? Зәттіші мырза дейді. Мырза болса, мырза. Пух! Давайте. Мега Тесла. Тоу Тесла деп, он Тесла ендірік. Ля, жаровня бар ғой. Ля, отаза. Ойбай, атаң ауыз. До конца давай. Подрывниктер тек стена көрсе болды, жабысады тек стена. Ұқтай бозыр жоқ. Жалғыз подрывникті қара. Герой ғой. Беспонтовый игра болып кетті.
Да, подрывниктер минус, варвар минус. Әзірше жартысы плюс, қалғандар плюс жартысы деп бұл. Ал енді не қалды? Келесі кезекте бізде дракончиктер. Ой-ой-ой, біреуін шығармап бұл. Дракончиктермен шабуылдап қарайық. Қандай атака болады екен? Интернет тағы ұстамай жатты, емі. Шынадай алмай интернет бар. Қазір айналып қоямыз, достар. Достар, біздер дракончикпен шабуылдап қараймыз енді. Бағана шабуылдан жоқпыз ғой болса. Шабуылдамасақпыз, қарайық. Так, мына жер вообще менің нервыма тиіп батыр бар ғой. Так, жарайтсем нервы бұрыштан кірші. Өлімдік. Так, дракончиктерім не істей алады екенсіздер, қарайық. Минус или плюс қарайтын боламыз. Дракончиктер осы минус сияқты ма? Дракончиктер қалай құтырады өші түсінбеймін. Неге қалай құтырады, қалай құтыртқызуға болады осы дракончиктерді? Әлі өздері құтыра ма? Бір мегапушка бар, жының біт. Атқан бір тоназытынан бір шығады оғы дейді. Вәна, ебан ері Тесланы қараңыздар. Дракончиктер минус сонымен, достар. Дракончиктер минус. Қазір қайсымен шабуылдаған күшті екен айтатын болам. Өзіме шабуыл жасағанда ұнаған нені айтам қазір. Я тебе нашел. Абсолютно все. Ал кеттік, ал повозка с пушкой. Ендігі кезек повозка с пушкой, да? Ох-ох-ох-ох-ох. Что за... Постой. Я тебе нашел. Повозка с пушкой. Повозка с пушкой. Плюс или минус? Опача. Повозка с пушкой. Қирақ болды он натуре. Біреу кетті қалықтап. Мына жерде жатыр. Топ. Аналар уақытпен де. Так, окей. Құтырайды. Король менің месан. Өте қызық екен. Бірақ, плюс, нормально. Плюс. Повозка с пушкой плюс. Так, келесі қайсысы? Ночная ведьма ғой деймін да? Ночная ведьма екен, достар. Ночная ведьма мен шабуылдайтын боламыз. Қазірге қызық көрсетемін. Осындайда интернет кедергі жасай ма? Жоқ, жасамайды екен. Это что за фигнюшка? Мына жерде бірден көріп қалдым мен. Мынадай бар ма не? Достар айтыңдаршы, мынадай бар ма? Заңға қайшы емес пе? Clash Royale'дың, Clash of Clans'тың заңына. Кетті ал толпа летучая мышь. Мынадай бар ма не? Башня колдун? Тем более екінші жерде. Мындай жоқ сияқты да екінші жерде дейді. Я в тебе нашел абсолютно все. Ай-яй-яй, жаровня бар. Төмен атат қайыр. Бәрін ұстап тұр, в общем, жалғыз өзі. Ночные ведьмалар плюс, достар. 2 звезда алып берді даже. Ночные ведьмалар плюс. Так, окей. Қолындағыларың бар. Золотой, да? Ойбай, шыңғырды ғой кәдімгідей. Жандау шықты ғой соңында.
What? Так, короче, жарқанаттарым, пока бәріңе. Қысқасы осылай. Ночной ведьма плюс. Атакасы өтті, тамаша 78% жауап берді бізге. Қазір. Осындайда интернетте ұстамай қалады ғой. Қалғаны 2 штук әскерет, скелетоносец пен супер пекка ма, қалай мега пекка келмейді екен, супер пекка ма. Сол екеуі қалып еді. Интернет кедергі істейді осындайда. Так, короче, күтеміз. Шықшы қайыршы тез. Бана башня колдун мен әлі ойландырып тұру бар ғой. Башня колдун бар ма шынымен? Мұнда. Өзіміздің базада бар екен білем, екінші жерде бар деген естімеппін бар ғой. Защита ағыр. Бәсе жоқ, анау қайдан ақ біліп тұр сонда? Түсініп тұрған жоқпын мен. Че-то мынау түсініксіз болып кетті ғой. Ой, бәқір. Мен ойнаймық қойды. Ал дейді, бректаун дейді, бректаун. Скелетоносецтарым менің. Скелеттарым талпа түсіп жатырған. Жылтырақ бастарым. Жылтырақ бас. О-хо-хо, мұнан қара. Скелетоносец плюс. Бірақ скелеттердің дәрежесінде жер келді ғой сондай. Скелеттер бір соққанға өліп қалады. Соған енді өзінің базасындай дәреже келді. Енді супер пекка. Бұл по идее жарылады да. Бір-бірден шығады. Бір-бірден шығады, 6 супер пекка, бір-бірден шығады, ал кеттік ал. Өсеру жер бар ғой, айналып кетті ғой бағана, көрген жоқсың. Сіздер көрмеген екенсіздер ғой. Бағана айналып кетті пек. Бір пекка? Қалғаны қайда? Қалғаны қайда? Қуар екен ғыны. Ал жақсы, біреуінің күшін қарайықшы. Мына жерге келіп жарылытты по идее. Дүш деп. Жарылғанда қараңыздар әні. Тарс еткізетті, ебі. Келеміз онда құрсыны. Бір пекка кіріп кеткеніз тек қана. Қалған пекканаторларым қайда менің? 6 пекка шығарып тұрмын, по идее. Так, база. Буди. Ты крутишь меня. Осы жерден кіріп кетейікші бәріміз. Әйда қырып атыр. Ой, молодец. Бір звезда алыңдар ең болмағанда. Скелеттерден қалып қоймаңдар. О-хо-хо-хо. Тамаша. Плюс. Жатың бәрі. Так, жарылды. Қашыңдар. Домно. Забордың артына лақтып тастаңыз. 2 звезда даже. Өте керемет достар. Супер пекка. Короче, осылай. Қазір айтам. Қандай әскерлер плюс қайсы минус екен. Көріп тұрған боласыздар өздеріңіз. Видеоны басынан бастап қарап отырсаңыздар өздеріңіз көріп тұрсыздар ғой. Қайсысы мықты екен. Супер пекка. Нормально тазалап тастады жерді. Қысқасы, казармаға кіреміз, және де бұл жерде
6 үміткер таңдаңдар дейсің. Мынау нормально, мынау шықты. Подревниктер шыға алмай қалды да, дракошалар. Дракончиктер алдым ауыз. Мынаны білем шыққанын. Повозка с пушкайды білем. Осы 6 үміткер өте тамаша соғысты. Енді осылармен бір галода. Целый бір галода шықты. Ал осылардан. Кеттік ал келесіге. Аздап грипп болып отырмыш. Көктем басталды, грипп басталды. Мен әдетім ауыратын көктемде. Ойбай, мен еуробазы көргім келмей қалды. Так, давайте 1-1 шығып көрсінші. Я в тебя нашел. Ай-яй-яй-яй. Реклама. Реклама натур кедергі жасап жіберді бар. Ай-яй-яй-яй. Жалғастырамыз. Жалғастырып отыр. Бізде де бар пушка. Не бергеш, не ойнап тұрсың сен? Кетші жару дүниеден сайын басты кетірмей. Шашличок қылып тұрсарым қазір. Міне осындай колода. Қысқасы достар. Так. Көп мыжымай қояйық енді. Достар, 21 минут түсірдім енді. Ұзақтау болды. Нормально ұзақтау болды. Достар, егер видео ұнап жатса, лайк басып, каналға тіркеліңіздер, достар. Бұл видеоның астына 10 лайк жиналғанда, ең болмағанда 10 штук лайк жиналғанда, мен осы сервердің несін қалдыратын болам, сілтемесін видеоның астына. Канал 100 подписчик болса, егерде стрим түсіретін боламыз. Так, жақсы достар, сіздермен бірге болған мен Атырау KZ, көп мыжымай қояйық. Күндеріңіз жақсы өтсін.